Сәлем достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін өте керемет шығатын, калориясы аз ПП торттың рецептісін ұсынамын. Қарапайым ингредиенттерден жасалынады. Ең алдымен бананды шанышқымен езіп аламыз. Үстіне жұмыртқа қосамыз, араластырамыз. Біркелкі масса болу үшін блендерде езіп алдым. Үстіне какао, қопсытқыш қосып, венчикпен араластырамыз. Менде арнайы микроволновкаға арналған форма, соның үшін зәйтүн майымен жағып шықтым. Тортымызды формаға салып, микроволновкада 4-5 минут пісіреміз. Коржымыз дайын, алдымен суытып, 2 бөлікке кесеміз. Енді кремін дайындаймыз, өте тез дайындалады. Крем үшін мен жұмсақ сүзбені қант алмастырғышпен араластырдым. Видеодағыдай торт жинаймыз. Корж крем. Негізі бұл торт тек бір порцияға арналған. Егер көбірек жасасаңыз, онда пеште пісірген дұрыс болады. Тортты әрі қалай әсемдеуге болады. Мен жаңғақтарды блендерден өткізіп әсемдедім. Оның орнына жеміс жидектерімен, шоколадный глазурмен әсемдесеңіз, тіпті әдемі көрінеді. Достар, міне ПП торт дайын, майсыз, онсыз арықтап жүрсеңіз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен енді тәтті жегім келген кезде осы тортты жасайтын боламын. Ас болсын.